тек қана менің алдыма ақшасы бар келсін, ақшасы жоқтар келмей ақ қойсын, мен дүние мүлкімнің жартысын саған берейін дейді. Пердені бүйтіп ашады да, мына жақта 2 әйелім бар дейді. Қалағаныңды ал, мен талақ етейін, саған берейін сол 2 әйелді. 2 әйелдің біреуін саған берейін дейді. Осындай бауырмашылдықтары. Тегін курстарым өте көп. Неше түрлі курстар сатып алады, арзаны бар, қымбаты бар, тегіні бар деген сияқты. Бірақ 1-2 жасап көреді, болмады деп қоя қояды. Мен курсым 90, 200 мың табасын, 300 мың табасын дейді. Адамдар оған алданып, даже рассрочкаға жаңағыдай өзім сияқты алып қояды. Демек, адам бір нәрсені бастайтын кезінде ол бисмилля деп бастасын болса. Мен өзім үйде отырып, ешкімге аренда төлемеймін, ешкімді жалдамаймын. Өзіме өзім былай басшы, өзім уақытымды өзім бөлем, балаларыма, үйдің шаруасына, жұмысыма деп. Өте жақсы бір жағы да бар, ешкімге тәуелді емессіз. Ал әйелдер үшін өте жақсы, мысалы, өзінің үйде отырып жұмыстарын жүргізген, себебі ол дер кезінде күйеуіне де қарай алады, дер кезінде баласына да қарай алады деген секілді. Әлсіздігіңізді біліп, Алла тағалаға тәуекел еткеніңіз үшін Алла тағала әрі қарай сол ісіңізді өзі жүргізіп береді. Мысалы, жаңа қызымыз да айтып жатыр ғой, басында 5 мың таптым, одан 20 мың болды деген секілді. Біздің планымызды, өміріміздің планын кім құрып жатыр? Жоспарын Алла тағала құрып жатыр. Алла тағала жаңылса ма? Еш уақытта жаңылыспайды. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Әйел әлемі атты подкастымыздың жаңа түсіріліміндеміз. Сіздермен бірге мен Эльмира Қайырғалиқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бизнес және әйел тақырыбына арналады. Ал қонақтарымызбен таныс болыңыз. Алматы қаласы Нұр-Мүбарак университетінен келген ұстазымыз Әділбаева Шамшат ұстаз. Қош келдіңіз. Және Әйгерім Байжарқынқызы, Ақтөбе қаласындағы Керім қолөнер брендінің жетекшісі. Алдымен өздеріңіз жайында көрермендерге таныстырып өтсеңіз толығырақ. Ассаламу алейкум. Мен өзім Әділбаева Шамшат Амангелдіқызы, Алматы қаласындағы Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінде ұстазбын. Көбінесе сол фиқх сабақтарынан сабақ береміз. Исламда отбасы және фиқх сабақтары. Енді бүгінгі мәселені бизнес және әйел деп жатсыздар ғой, енді соны исламтану тарапынан, исламтану жағынан кішкене өрбітетін шығармыз әңгімелерімізді деп ойлаймын, өзім жағынан. Ассаламу алейкум, мен есімім Әйгерім Байжарқынқызы. Өзім киім дизайнерімін, қолөнерші. Қазір кәсібімді үйде балалардың тәрбиесіне байланысты дамытып отырған жайым бар. Жайында тек өзім ғана дамымай, басқа да көптеген декреттегі әйелдерді онлайн курстар арқылы оқытып отырмын. Осы декреттегі әйел деп айтып қалдыңыз, шынымен де үйде бала күтімімен үйде отырған аналар да, олар да белгілі бір мамандық иелері. Қазір мен ойлаймын, бір дипломы жоқ, мамандығы жоқ адам жоқ шығар. Барлығы да әйтеуір бір мамандық иесі, бірақ мынадай сұрақ, психолог ретінде маған мынадай сұрақпен көп келеді, мен өзімді таппай жүрмін. Кәсібін айтады, мамандығын айтады, бірақ айтам, ол адам тек қана мамандығымен ғана өлшенбейді ғой, тек мамандығын айтқанда дәрігер болумен, мұғалім ғана болумен дегендей. Екінің бірі қазір үйде отырып саудамен айналысып жатады, кәсіпке айналдырып жатады. Енді осы кәсіп, мамандық, табыс деген нәрселерді қалай түсінесіздер? Өз ой пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Негізі жалпы бұлай Алла тағала бізді бұл өмірде жаратқаннан кейін бұл өмірдің ішінде өзінің қойған бір заңдылықтар бар. Біз сол заңдылықтар бойынша өмір сүреміз. Бұл заңдылықтардың ішіндегі ең бастысы біздің осы өмірдің ішінде осы өмірге бейімделуіміз және өмір сүруімізді жалғастыра білуіміз. Бұл өмір сүруді жалғастыра білуде әрине діннің қойған, шариғаттың қойған заңдылықтары бар. Сол заңдылықтардың ішіндегі біреуі бұл кәсіп мәселесі шын мәнінде. Бірақ бұл кәсіп сіздің мамандығыңызға сәйкес бола ма, жоқ әлде мамандықтың тысында тағы бір кәсіп жүргізесіз бе? Бұл енді өзіңіздің икеміңізге қарай, өзіңіздің бейіміңізге қарай, Алла тағаланың сізге берген қабілеттеріне қарай. Бірақ мысалы кейде адамдар көбінесе осы өмірде бір әлсіздікке түсіп ұрынып жатады. Мен мынаған шамам келмейді, мынаған шамам келмейді деп. Бірақ кез келген адамда Алла тағаланың қойған көп деген бойында қабілеттері бар. Бірақ біз сол өзіміздің бойымызда қабілеттерді білмейміз және оны аша алмаймыз да. Егер соны аша білетін болсақ, оны білім арқылы жетілдіруіміз мүмкін, тәжірибе арқылы жетілдіруіміз мүмкін. Бұл өмірде өмір сүру негізі өте оңай. Алла тағала бізге еш нәрсені қиындатпаған, бәрін жеңілінен берген. Қиындататын өзіміздің ойымызбен біз қиындатамыз да. Көбінесе маған шамам жетпейді, маған шамам жетпейді деген секілді. Абылайынша, егер біз жолын таба білсек,
ол жол таба білушімізге ақылымыз керек әрине, және қасымыздағы адамдардан үйренуіміз керек. Сол арқылы біз өзіміз арқылы өмірімізді, жолымызды былай жеңілдетіп өмір сүріп кетуге болады негізі. Жалпы жаңа бизнес және әйел деп жатырмыз, мысалы сауда саттық. Бұлайынша бүгін сауда саттық тақырыбы болғаннан кейін мынаны айтуымыз керек. Біз негізі барлығымызда сауда саттыққа ішімізде бір қабілет бар. Бұл қабілетті біз қайдан білеміз? Құран кәрімнің өзінде Тәубе сүресінде Алла тағала айтады: «Инналлаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна». Яғни Алла тағала мұсылмандардан өздерін, нәпсілерін және мал мүліктерін сатын алды дейді, құн ретінде оларға жәннатты беру. Яғни былай қарағанда өміріміздің өзі сауда саттықты. Демек біз жаңағы бизнес тақырыбында қарайтын болсақ, біздің барлығымызда бір өмірімізде бұл сауда саттық бар. Ең жоқ дегенде біз сатушы болмасақ та алушымыз. Сондықтан да бұл жағынан біз сатуды, алуды қатысымыз болады. Сол нәрселер біз әрдайым тұтынушы ретінде болсын. Яғни біз кішкентай балаларымыздың өзін алушы ретінде жұмсаймыз ғой, дүкенге мысалы, ананы алып келдім, мынаны алып келдім. Яғни демек ол бала кезден басталатын нәрселер да. Бірақ біз соның білімін дұрыс жетілдіре білуіміз керек бойымызды. Егер дұрыс жетілдіре білетін болсақ, біз еш нәрседен ұтылмаймыз. Саудамыз да дұрыс болады, саттығымыз да дұрыс болады. Былай қарағанда өмірде кәсіптеріміз де дұрыс болады. Әйгерім, сіз осы әрі кәсіп, әрі сіздің мамандығыңыз екенін жаңа айтып жатыр, өзіңді тану үшін кейде бір кісілердің көмегі болып қалады, кеңес береді, ата-анаңыз кеңес береді. Қалай келдіңіз осы жолы? Негізі мен 9 бітіріп кеттім мектептен. Сол кезде анам железный дорожныйға бар деп айтты. Таныстар көп деп отбасымызда. Солай болады ғой енді бізде. Бірақ та маған өзіме телевизордан всегда қарайтынмын. Андай модный показдар болады ғой. Қатты қызығатын, суретке жақын болдым да. Сосын өзімдікімде тұр, өзімнің ойымда тұрып, дизайнерге түсем дедім. Білмеймін, көбіне ата-ананың жетегіне кетіп жатады ғой. Но почему-то өзімнің білмеймін, мінезім болды ма, солай түсем дедім. Киім дизайнеріне түстім. Жақсы бітіріп шықтым. Бірақ ательеге тұрып, практикадан өттім де, почему-то андай қорқыныш болды, ательеден басқа жұмыс болмайды деген секілді. Көп затқа ақша керек дамытуға. Одан кейін тұрмыс құрдым да, үйде отырдым декретте. Сол кезде басталып менің онлайн кәсіпке шығуым себебі үйде отырып, қажеттіліктен туындады. Себебі мен қаланың сыртында тұрамыз, қаланың өзінде тұрмаймыз. Онлайн заказ беру, тапсырысты даже онлайн алу, оны өткізу секілді барлығын сол үйден бастадым. Инстаграмның енді дамып жатқан кезіне как раз сәйкес келді. Менде просто қызығушылықтан басталды. Бұлай ақша табуға қажеттілік болған жоқ. Енді отбасым барлық қажеттілігім жауып отқандықтан менде қызығушылықтан басталды. Жұрттар істеп жатыр, дамып жатыр, мен де істеп көрейінші дегеннен басталды да былайша. Ал кейде болады ғой, бір қажеттіліктен басталады. Ол мен мысалы оқушыларымда қажеттілікпен келеді, оқып ақша табайын деген секілді. Ал мен өзімде қызығушылықпен дамыды, шүкір былай. Содан жайлап үлкейіп кетті. Қазір сауда саттық деп жатсыз, біз шынымен де саттық мәселесіне де тұтынушы ретінде араласып жатырмыз. Қазір онлайн сауда деген бар. Мынау өзіңіз білесіз ғой, соңғы 2 жылда өзі онлайн, офлайн деп сөйлейтін болдық. Кездесу семинарлардың өзін мынау онлайн шара, мынау офлайн шара деп айтамыз. Сол үйде отырып та әйтеуір кез келген адам әйтеуір өзін бір кәсіпкермін деп атамаса да, мен бизнесменмін демесе, әйтеуір үйде бір сиырын сауып, құрт ірімшігін сатса да, жаңа сіз айтқандай киім-кешек тіксе де, не істейді, үйде отырып әйтеуір бір кәсіппен айналысады, онлайн саудамен айналысады. Бірақ мен бір байқағаным, сол тек бір кішкене бір табыс көзімен ғана шектеліп қалатын сияқты. Соны үлкейту үшін, шынымен де кәсіпке айналдыру үшін, бизнеске айналдыру үшін не жетіспейді біздің әйелдерге? Енді бұны кәсіпкер әйелдеріміз өте жақсырақ білетін шығар, себебі олар тәжірибеде қолданып жүр, неде өмірде қолданып жатыр, өмірде алдарынан кездесіп жатыр. Бірақ жалпы біз енді дін жағынан айтатын болсақ, мысалы, жалпы мұсылман ғұламаларының арасында Ибн Халдун деген кісі болған. Мұқаддима деген кітап болған, өте керемет өмірдің өмір сүру қағидаттарын өте керемет жазған Ибн Халдун деген кісі. Сол мысалы жалпы кәсіпті 4-ке бөліп қарастырған. Сол 4-ке бөліп қарастырғанда ол кәсіптердің, мысалы бірінші мынау кәсіп, екінші мынау кәсіп дегенде де олардың сол өмір сүруге қажеттіліктерінде деңгеймен қойған деп айтуға болады. Мысалы бірінші дейді, мынау егіншілік дейді, диқаншылық дейміз ғой. Бірінші
кәсіптің ең үлкен түрі бұл диқаншылық дейді. Шын мәнінде былай біздің өмір сүруге ең қажетті нәрсеміз азық-түлігіміз. Топыраққа әйтеуір бір нәрсе салсаң, дәнін салсаң, ертең еңбегін береді, жемісін береді. Сондықтан диқаншылық бұл өте маңызды. Азық-түлігіміздің көбісі содан келеді деген секілді. Одан кейін екіншісі өнеркәсіп дейді. Өнеркәсіп деген қазіргі мысалы өндіріс. Енді бұрынғыдай завод, цех болу шарт емес, өндіріс үйде отырып та өндіріп, мүмкін, кішігірім бір әжелеріміз, аналарымыздың өзі үйдегі қолөнер кесте бәрі өндіріс. Саллаллаху алейхи вассалам, Зейнеп анамыз мысалы қолөнермен айналысқан дейді. Ол теріні илеп, сол теріден жайнамаз жасаған, сол жайнамаздарды сатқан, мысалы теріден әртүрлі нәрселер жазып, мысалы бұйымдар жасаған, оны сатқан. Сөйтіп сол түскен табысын мысалы адамдарға қажеттілігіне садақаға беріп отырған деген секілді. Тіпті Зейнеп анамыздың жасаған жайнамазы пайғамбарымыздың бөлмесінде де тұрған, пайғамбарымыз да оған намаз оқыған дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Яғни былай қараған кезде, демек әйел өзін бір әлсізбін, менің қолымнан не келеді демеу керек, әйтеуір қолынан келетін бір нәрсесін бір кәсіпке айналдырғаны дұрыс. Және үшінші бір кәсіптің түрі дейді Ибн Халдун, бұл сауда-саттық дейді. Демек сауда-саттықта бұл өмірдегі өте маңызды кәсіптердің біреуі да. Яғни сіз жаңағы диқаншылығыңыз болды ма, кәсібің жаңағы өнеріңіз болды ма, бір өнер кәсіппен айналысып жатсыз ба, жаңағы өндіріспен айналысып жатсыз ба, бұның бәрін сата білуіңіз керек. Сауда-саттықта өте маңызды. Сауда-саттық, одан кейін барып қызметкерлік дейді. Қызметкерлік дегеніміз енді мынау мемлекеттік қызметтегі қызметкерліктер секілді, оны да біреулер жүргізу керек. Оны да жүргізсе, біреу құқықшы болмаса, біреу жаңағы дәрігер болмаса, басқа болмаса болмай қалады. Бір күні бір енді Қожа Насырдан сұраған екен, адамдардың бәрі осы таңертең тұрғанда неге әр жаққа қарай кетеді депті. Біреу мына жаққа қарай кетеді, біреу мына жаққа қарай кетеді деп. Сөйтсе Қожа Насыр айтыпты ғой, егер адамдардың бәрі бір жаққа қарай кетсе, жер ауып кетеді ғой депті. Былай қарағанда әзілдің түбінде бір астар бар негізі. Адамдардың бәрі бір нәрсемен айналысса, ол өмір болмай қалады. Сондықтан да әркім әр нәрсемен айналысады, бірақ айналысқан нәрселерінде Алла тағаланың берген, бұл өмірдегі берген, алдына қойған тағдырында да бір байланыстар бар бұл жерде. Мысалы біреуінің икемділігі жаңағы білімге қарай болуы мүмкін, біреуінің икемділігі жаңағы өнеркәсіпке қарай болуы мүмкін деген секілді. Сол адам өзінің ішіндегі сол мәселелерін шығара білу керек қой негізі. Шынымен де Алла тағала ешкімді құр алақан қалдырмаған ғой. Әркімнің басына әйтеуір бір өнер қабілет берген. Ол сөз өнері болады, біреудің қолына береді, біреудің тіліне береді деген сияқты. Әркім әйтеуір ойлау қабілет жақсы деген сияқты біреулердің. Мысалы қаншама қыз-келіншектер бар, бір істі кәсіпті білесің, көріп тұрсың, жақсы жасайды, өте сапалы жасайды, бірақ жаңағы ұстаз айтқандай өндіріс барда сату жолдарын білмейді. Мен өзімнің оқушыларым арасында сондай көп. Сата алмайды, ұялады, сатудан ұялады. Ойлайды, Инстаграмда ақша салу керек дамыту үшін деп. Тегін жолдарын білмегендіктен, любой затты істеу үшін, кез келген затты істеу үшін енді кішкене білім алу керек деп ойлаймын. Мысалға өзім қолөнер барлығын білгенмен Инстаграмды дамыту үшін білім алдым да. Қазір қыздарыма да айтам, тігінді де білім алып жатсыздар, қосымша Инстаграмда жүргізіп үйреніңіздер деп. Тек Инстаграммен шектелмей, еще қазір ТикТокқа да шығыңыздар, ютубқа да шығыңыздар деп өзім солай істеп отырмын. Барлық жақта каналдарым бар, барлығын бірге дамыту керек. Себебі ол жақтан шынымен де ақша салмай, ақша салғанда тек единицаға саламыз, мегабайт алу үшін, басқасы барлығы тегін. Біздің елімізде өзі сол интернет деген жақсы ғой. Барлығы қолжетімді, тек білім болса болды. Үйде отырып, мен өзім үйде отырып, ешкімге аренда төлемеймін, ешкімді жалдамаймын. Өзіме өзім былай басшы, өзім уақытымды өзім бөлем, балаларыма, үйдің шаруасына, жұмысыма деп. Өзіме тиімді. Сіз көрермендермен бір құпияларыңызбен бөліссеңіз осы жолдан айтқан. Өте жақсы бір жағы да бар, ешкімге тәуелді емессіз. Мысалы, әйел адам үшін өте маңызды нәрсе бұл. Мысалы, жаңа Ибн Халдун неге қызмет кәсіптерді төртке бөлген кезде қызметкерді ең соңына қойды. Себебі ол постоянно біреуге тәуелді да. Уақыты жағынан, немесе жұмыс жағынан біреуге тәуелді болып тұрады. Бір жаққа бару керек болса, ол сұрану керек, немесе айлық алатын болса, біреуден айлығын күтіп отырады деген секілді. Ал әйелдер үшін өте жақсы, мысалы, өзінің үйде отырып жұмыстарын жүргізген, себебі ол дер кезінде күйеуіне де қарай алады, дер кезінде баласына да қарай алады деген секілді. Сынақ келген бойда оны бір қиындық, проблема, оны бір кінәлілерді де бір-бірімізді кінәлап сөйтіп кетеміз, бірақ қарап отырсаңыз қаншама қиын бір жалпы қоғамның басына келіп жатырған қиын жағдайлар, былай қарасаңыз, керісінше өмірді жеңілдетіп, содан шығу жолдары, адам ойланған сайын, мынадан қалай шығамыз, қалай жасауға болады деп ойланған сайын қайта шешімін
келіп тіпті адамның өмірін одан сайын жеңілдетіп отырған сияқты. Мысалға сол жайында айтып кетейін. Мен өзім басында проблема көрдім да, қаланың сыртында тұратын болғасын, базарда алыста мат алу үшін, клиенттерімді алыста деп қарастырдым. Бірақ та үйден отырып, енді сондай қажеттілік туды, жұмыс жасау керек болды да, өзіме қызық болғасын. Басқа адамдарды қараймын Инстаграмда, ұлттық нақыштағы киімдер дамып жатыр, моншақта бірнәрсе жасап жатыр. Мен оны қарап тұрып, жасай алатынымды біліп тұрмын. Қалай жасасам екен деп, 5 теңгеден басталды кәсібім үйде тұрғанда. Бірінші балам декретінде қызығушылықтан басталды. 5 теңгеге моншақтарымды алып, бірінші украшение жасадым, басқа тағатын диадемалар сәнді болды ғой, соны жасап, сосын жолдасым демалысында мынаны салонға өткізіп көрейін деген бір идея келді. Енді үйден оны сата алмайтын болдым. Сосын салондарға апарып өткізіп көрдім, 5000 теңгеге өтті. Тағы да заказ берді, қызығып. Себебі салондарға ол тиімді болды, прокатқа береді екен. Ол жерде мен өзіме идея алып келдім. Себебі прокатпен айналысу тиімді екен ғой деп олар сатып жүр. Иә, бір рет жасап сатып жүрсең, бірақ пайда көресің. Ал прокатқа берсең, көбірек пайда көресің. Ол былай қарағанда салтанатты жиынға кетті, мерекеге іс-шараға қайтып келіп береді, лас қылмайды, былай айтқанда таза келіп келеді екен. Сол идея ретінде алып алдым, қатты қуандым соған барғаныма. Қайттан заказ берген заттарын жасап, уже мен 20 000 теңге жасадым. 4 диадемаға заказ түсті. Былай қарағанда 5 теңгеден мен бір аптаның ішінде шығарып алдым. Одан кейін өздері маған накидка тіктеп ұсыныс тастады. Кішкене бір қозғалыс жасап едім, уже келе бастады. Әрекеттен басталды. Содан уже үйде отырып, бірінші солардың тапсырыстарын жасап қойып жүрдім салонға. Бірақ ол жақта процент деген бар ғой. Сосын ол кісілер береді, мен мына жақта білмеймін, қандай тағы да қандай керек деген секілді. Менде клиенттермен контакт болған жоқ, тек сатушы арқылы болды да. Одан кейін ойладым, неге мен өзім жасамасқа, себебі Инстаграмнан қарап отырмын да барлығын. Содан прокатты үйде жүргізуді қолға алдым. Қорқыныш болды, маған ешкім келмейді деген. Бірақ та мен ана жағынан ұттым. Салондар 7-ге шейін жұмыс жасаса, мен любой уақытта қабылдай алдым. Жұмыстан кейінгі қыздардың барлығы маған келетін болды да. Көбірек клиент менде болған болды. Мысалға, қазір айталам, бір аптада менде 4 невеста келетін уақыт болды. Сол бір аптада бір демалыстың өзінде бір прокатпен 100 000 істеп өттім. Сонда мен айына нормально табыста өттім. Сонымен ұттым. Былай қарағанда әрекетке бармасам, қорқынышпен отыра берсем, мен оған жетпейтін едім. Сондықтан да қорқыныш болса да жасап көру керек. Біреу шықпаса, екіншісі басқа жол ашылады деп ойлаймын. Қалай тәуекел етеміз? Тәуекел жасау керек. Қорқынышты қалай жеңеміз? Негізі бізде бұл өмірде барлық нәрсе тәуекелмен болу керек қой. Егер тәуекеліміз жақсы болмаса, біз әр нәрседен қорқа береміз, жаңа бір кабуды бәрі қиындық секілді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар ғой, сіздер егер Алла тағала тәуекелдеріңіз күшті болса, таңертең аш құрсақпен ұшқан құс, мысалы кешкісін қалай тойып келеді, сол секілді болар едіңіздер дейді ғой. Сондықтан біз бұл жағында бір нәрсені бастап жатқанда, бір іске кірісіп жатқанда тәуекеліміз өте керемет болатын болса, ол Алла тағала сіз өзіңіздің әлсіздігіңізді біліп, Алла тағалаға тәуекел еткеніңіз үшін Алла тағала әрқай сол ісіңізді өзі жүргізіп береді. Мысалы жаңа қызымыз да айтып жатыр ғой, басында 5 000 таптым, одан 20 000 болды деген секілді. Бұның бәрі, егер ол тәуекел етпесе, ол ақша жайдан жай өзі келе бермес еді. Алла тағала әрі қарай оның жұмысын жүруге. Мысалы Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху сахаба. Сол да Мәдинаға барған кезде ол негізі өте бизнесті өте жақсы білген сахаба. Тіпті Абдурахман ибн Ауф туралы айтады, ол жаңа құрма бақшаларын полный бере салған, мысалы садақа жасаған ислам жолында. Былай қарағанда бүкіл дүние мүлкін берген. Сонда бүкіл дүние мүлкін беру бірнеше мәрте басынан өткен. Сонда дүние мүлкін бәрін береді, мына жақта қайтадан нөлден бастайды. Бірақ нөлден бастап қайтадан бизнесін бүкіл дүние мүлкін беретіндей. Сонда тілін біліп тұр ғой. Сауда-саттық негіз қабілеті өте керемет болған Абдурахман ибн Ауфтың. Бірақ бір жағынан қарасаңыз, тәуекелде өте керемет. Егер тәуекел болмаса, ол қабілетті ары қарай шыңдау оған өте қиын ғой. Мысалы Мәдинаға барып тұр, біз тәуекелін қайдан көруімізге болады? Мәдинаға барғанда Абдурахман ибн Ауфтың түгі жоқ. Өте бай болған кісі кезінде, бірақ Мәдинаға бәрін тастап Мәдинаға барып тұр, Мәдинада нөлден бастайын деп тұр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа Мекке мәдиналық сахабаларды бір-біріне бауырластырады ғой, бауыр қылады. Сонда мәдиналық бауыр айтады Абдурахман ибн Ауфқа, кел, мен саған дейді, мынау дүниемнің жартысын саған берейін дейді. Бір жағынан сол кезеңдегі мұсылмандардың бауырмашылдығын көруге болады, өте керемет бауырмашылдық. Мен дүние мүлкімнің жартысын саған берейін дейді. Пердені бүйтіп ашады да, мына жақта 2 әйелім бар дейді.
қалағаныңды ал, мен талақ етейін, саған берейін сол 2 әйелді. 2 әйелдің біреуін саған берейін дейді. Да, осындай бауырмашылдықтары. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады, жоқ, сенің дүние мүлкің де өзіңе болсын. Алла тағала саған берекетін берсін. Бала шағың да өзіңе болсын. Алла тағала өзіңді бақытты етсін онымен. Маған тек қана базардың жолын көрсет, және бір арқаншып бер дейді. Сөйтіп Абдурахман ибн Ауф тәуекелмен базарға барады, базардың жолын көрсеткен кезде, сөйтіп бір арқаншықпен басында 10 күндей жаңағы қаражат жинап алу үшін жүк тасумен бастайды дейді. Шамалы қаражат жинағаннан кейін сол жерден бір нәрсені алып сата бастайды. Сөйтіп бизнесін қайтадан уже Мәдинадағы ең ауқатты сахабалардың біреуі дәрежесіне келтіреді. Яғни былай қараған кезде, демек адам бір нәрсені бастайтын кезінде ол бисмилля деп бастасын болса. Бисмилляның ар жағында не келіп тұр? Рахман Рахим келіп тұр. Рахман және Рахим болған Аллаға тәуекел етіп бастайтын болса, адам еш қорықпау керек. Ол істі міндетті түрде, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, кейде адамдарға сондай бір қажеттіліктер туындайды, сол қажеттіліктер адамды как будто шыңдағандай болады сол нәрсеге. Бұл бәрі Алла тағаланың біздің өмірімізде бізге қойып қойған планның ішінде бар нәрселер. Алланың планы, біз өзімізде план құрамыз, біздің планымызды кіші план, Алланың планы үлкен план деп айтуға болады. Сол біздің кіші планымыздың өзі Алланың үлкен планының ішінде. Демек, біздің планымызды, өміріміздің планын кім құрып жатыр? Жоспарын Алла тағала құрып жатыр. Алла тағала жаңылса ма? Еш уақытта жаңылыспайды. Жаңа тәуекелге байланысты айтқан есіме түсіп кетті. Осыдан 2 жыл бұрын бір карантиннің кезінде барлығы ауырды ғой, жаппай. Сол кезде мен де ауырып қалдым. Сосын как раз соның алдында мен оқу алдым. 850 мыңға тәуекел етіп оқу алдым. Инфобизнестен бір скачок жасайын деп масштабқа шыққым келді. Негізі андай күшті, қалай айтсам болады, дайындықпен бастадым. Табысымды бір 5 есе өсіремін деген план болды өзімде. Бірақ ауырып қалдым, даусым шықпай, в общем, пневмония болып жатып қалдым мүлде. Сосын жаңағы алған оқуым дейін төлеу керек, рассрочкаға оформлять етіп. Енді не істеймін деп біраз ауырдым, кішкене жауып жүрдім, жайлап. Бірақ та қарыз артында жүк болып тұрады екен. Одан кейін қарыз алғым келген жоқ, үлкен ондай. Сол себепті бүкіл машинкамды сатып жабам деп шештім. Хотя машинкам мен жұмысым ғой жүріп тұрған. Бірақ қарызды жабуым керек, андай ауырғаннан кейін бір қарызсыз жүргім келеді екен. Содан кейін барлығы сатып, барлығы ұрысты маған, неге сатып жатсың деп, наның ғой болашақта табатын деп, жоқ, қарызсыз жүруім керек деп жауып тастадым. Одан кейін машинкам жоқ, не істеймін енді? Тағы қарызға батым келмейді, рассрочка алғым келмейді. Идеялар келе бастады, сол кезде тағы да ол жерде білім болды да менде уже. И тігінші таптым да, заказ ала бастадым шапандарға. Тігіншіге тіктіртем, үстінен шамалы көріп, заказды доставлять етем. Как раз ұлттық нақыштағы шапандар болып жүрді, соны солай жасап жүрдім. Тігіншілерге идея да ол да. Өзіңізде болмай тұрса да, идеяңыз болса, даже тігінші болмасаңыз да, осы жерден көріп тұрсыз ба? Сұраныс бар екен. Ортасында жасауға болады. Сосын екіншісі, онлайн курстармен көбірек табам да, ол жерден көрі, офлайннан көрі. Сол себепті тігінші қыз іздей бастадым. Өзінің жұмыс жасайтын жері бар, тыныштықта. Идея жасадым, давай мен онлайн курстар сатуға, өзім опытым бар. Сізбен бірге жұмыс жасақ, 50-50-ге. Мен сізбен курстар түсірейін, бірге жасаймыз, сосын сатамыз да, пополам аламыз деген секілді. Келісті, солай жұмыс жасап, жақсы табыс таптық, жақсы өтті. Енді мен аудиториям болды, оның алдында жиналған, сол себепті жүрді да. Бұл жерде енді мен тәуекелге бардым, жақсы жүріп кетті. Одан қайттан түскен ақшама қайтып машинка алдым да, ары қарай өзім жалғастырып кеттім. Сол есіме түсіп кетті. Қарызды қайтарсам екен деген ниеттің өзі дұрыс болу керек қой. Мен мысалға статустардан байқап қалам, жаңағы үйде отырып кәсіппен айналысатын келіншектер көбісі қарызды қайтарамыз, қашан қайтарасыңдар, айтқызбай қайтарыңдар деп бір реніштерін де көрсетіп жатады. Бұл бір сауда-саттықтың әдебі де болу керек шығар. Әрине. Адамда бұл қарыз алуға болады, бірақ қарыз алған адам өзінің уақытын дұрыс межелей білу керек та. Мен мына уақытта бұл қарызды қайтара аламын. Сөйтіп барып қарыз алу керек. Алатын адам өзі іштей сондай бір жоспармен алу керек та. Мына уақытта мен бұл қарызды қайтара аламын деп. Егер уақытын білмейтін болатын болса, онда ол қарыз алып тұрған адамды бір қиындыққа түсіреді. Сондықтан да оны қиындыққа түспеу үшін ол қарыз алып тұрған адам міндетті түрде білу керек. Бірақ мынандай жағдай бар. Сіз басқа біреуге садақа бергеннен гөрі қарыз бергеніңіз жақсы. Себебі ол адам постоянно мен сол қарызды қайтаруым керек деген оймен жүргеннен кейін соған әрекеттенеді. Ал садақа как будто сырттан келіп жатқан бір нәрсе, тегін дүние секілді. Сондықтан да садақаға да адамдарды көп үйретпеу керек. Бірақ садақа әрине беріп тұру керек. Әсіресе сіз қанша табасыз, тапқан табысыңызға қарай садақа беруіңіз керек. Бірақ
жаңағы садақаны өзіңіздің жақындарыңыздан бастаңыз дейді ғой. Сол садақаны жақындарыңызға басталған кезде де жақындарыңызда масыл қылмауыңыз керек өзіңізге. Бұл жолдың бәрін дұрыс пландай білу керек та. Яғни атының үзеңгісі алтыннан болса да білім алушыға бер дейді ғой, негізгі садақа не? Ол мына жақтан қалай табыс табам, күнді қалай көрейім, отбасымды қалай асырайым деп алаңдамай білімін алып алу үшін осы жолда оған көмек болады деп. Себебі білім өте маңызды ғой өмірде. Олардың алған біліммен қоғам түзеледі, айналада жақсылық және ол сол өзінің кәсібі болсын, алып жатқан білім арқылы соның бәрін дұрыс жүргізе алатын болады, дұрыс өмір сүре алатын болады. Сондықтан да даже ол мысалы медицинада оқып жатқан студент па, сіз оған садақа берсеңіз, ол медицинасын мысалы ары қарай дұрыс оқи алатын болса, кәсібіңде сауатты білімді бол. Қандай кәсіп болса да дейсіз. Иә, барлық нәрседе негізі білім өте маңызды. Сондықтан да басында анау ең алғаш уахида оқы деп түсті ғой негізі. Демек, иә, бұл уахидың өзінің оқы деп түсуі, значит, сенің өмірің сүруі негізі білімге байланысты деп тұр да. Барлық нәрсеңде сен білім болу керек. Білім дұрыс болу керек, кәсіп болсын, жұмысың болсын, бизнесің болсын, барлығында. Тіпті Хазірет Омардың радиалlahu анху, үлкен халифа, мысалы кезінде базарға сауда саттықты дұрыс білмейтіндерді базарға кіргізбеген екен. Яғни сен сауданың білімін білуің керек дейді да. Білім білмесең, ана жерде ортаны жаңағы бүлдіресің, адамдарды ренжітесің. Сондықтан егер сауда туралы білімі дұрыс болмаса, шариғаттағы білімі немесе жалпы білімі, онда оны базарға кіргізбеген екен халифа кезінде. Былай қарағанда қоғамды реттеу бар да бұл жерде. Сондықтан біз бұл сауда саттық болсын, басқа нәрсе болсын, білім өте жақсы болу керек. Және бұл сауда саттықтағы әйелдердің, қазір енді әйел адамдарға арнап айтып жатырмыз ғой, негізі бұл жағынан бизнесін жүргізіп жатқан әйелдер, өзінің кәсібін жүргізіп жатқан әйелдердің де бұл жағынан шариғат жағынан да өте дұрыс білу керек. Қазір енді базар деген мына телефонның ішінде болып қалды ғой, әлеуметтік желінің ішінде. Шынымен де ол кәдімгі офлайн базар дейікші, кәдімгі базарда көруге болады, қандай зияны болып жатыр, оны түзетуге болады, барып ескертуге болады деген сияқты. Онлайн базардың ішіне бәрі таңертең тұрды. Ол Әйгерім айтқандай 24 сағат жұмыс жасайды. Ол жерде біреу шынымен де тек әркім біреу өзінің пайдасын ойлауы мүмкін, біреу шынымен де қоғамның пайдасын ойлауы мүмкін. Оның бәрін қазір бақылауда ұстау мүмкін емес қой, бірақ барынша осындай насихаттардың айтылуы да ол жерге бір пайдасын үлесін тигізеді деп ойлаймын. Енді кәсіпті бастау бар да, оны сақтау бар ғой. Қалай сақтап қаламыз? Өйткені адамдар жаңа сіз айтқандай курстар алады. Неше түрлі курстар сатып алады, арзаны бар, қымбаты бар, тегіні бар деген сияқты. Бірақ бір-екі жасап көреді, болмады деп қоя қояды. Біз енді мүмкін бір жалқаулықтан бекен, тез жете қоймадым, тез байы қоймадым. Сосын анау курсты сатқан кісінің өзін кінәлайтын кісілер бар. Соның курсын оқып едім, атағына сеніп, бірақ болмады. Бірақ өзі оқымады, өзі амал етіп кетті. Иә. Адамға байлайды нәтижені. Осы кісіден оқысам, маған жол көрсетеді, керемет болып кетеді деп. Қазір өзіңіздің басыңызда да бар ғой, енді сіз қазір онлайн курстар оқытып үйретіп жүрсіз. Кез келген жағдайда ескертеміз курс бастарда. Себебі шынымен де бар адамнан күтетін. Қазір мысалға даже курсты алмай тұрып сұрайтын қыздар бар. Мен мына курсты оқып алсам, бұл затты қанша теңге сата аламын деп. Сосын мен айтамын, бірінші жасап көріңіз, сіздің сапаңызды білмеген соң мен айта алмаймын ғой қаншаға сататыныңызды. Әрине арзаннан бастайсыз деп түсіндіремін. Өзім солай бастадым кезінде деп, барлығына машық керек деп, барлығын басынан түсіндірем. Мына курсты кейде болады, өзімді инстаграмнан көрем. Мен курсымды оқысан 200 мың табасын, 300 мың табасын дейді. Адамдар оған алданып, даже рассрочкаға жаңағыдай өзім сияқты алып қояды. Сосын нәтиже күтеді, мынанікі оқып алып, оны бірден шығарып, жауып тастаймын деген секілді. Бірақ олай болмай қалуы мүмкін, себебі оған машық керек, жаңағыдай практика керек, уақыт керек оны шығару үшін. Сонда түсіндірем. Бірінші декреттегі аналарға балаларыңызға тігіп үйреніңіздер деп айтамын. Всегда өздеріңізден бұрын балаларға, себебі балаға тігіп үйрену, көру, минусын көру оңайда. Одан кейін қолшаққа тігетін еді ғой да. Қолшаққа неше киімдер. Садикке барады балаларыңыз, садикте қоғам бар, ол жақта аналар бар, сіз секілді. Бәрібір қызығады. Барлық бізде солай сценарий солай жүреді. Көп менің оқушыларымда балаларына тігеді, одан заказ түседі садиктен, сол балалармен бірге өседі, мектепке барады, мектептен үлкен заказдар. Қазір 4 жылда даже цех ашып алған оқушыларым бар.
и кішкенеден бастау керек, білім алып отыру керек, и жолшыбай білім ала беріңіздер деп айтамын. Себебі бір затты білдіңіз бе, онымен тоқтап қалуға болмайды ғой. Мен өзім қолөнер тігін жағынан барлығын білем, мен оны көп адамға үйрету үшін, жақсырақ сапалы беру үшін курстар аламын. Қазір жақында да курс алдым, мысалға лекалыны өзім сапалы жасағым келіп. Маған атам былайша прикол ұстайды ғой, профессор болатын уақытым болды ғой деп курс ала берем. Аны бітірдің ба, екінші курс аламын. Ой, кешіріңіздер. Иә, мен қажеттілік көріп тұрасың, мысалға, оны дамыту керек, сапалырақ жасау керек, оны масштабқа шығару үшін тағы да білім алу керек, инстаграмда жүргізуге деген секілді тоқтамай білім алу керек деп айтар едім. Декретте отырсаңыз да, хоть даже психологиядан білім алсаңыз да, марафондарға қатысса да, өзім солай дамып бастадым. Мысалға, мен Шомбай онлайн университетіне қатыспасам, онлайнға шықпас едім. Сол жақта түсіндірді, сауда-саттықтың не екенін айтып отырсыздар ғой. Даже уақытымызды бөлу, ол да сауда ғой, уақытымызды саудалаймыз бірге. Білімімізді саудалаймыз, ол да саудаға жатады деп. И сол жерде маған түсінік келді, мен білімімді үйден отырып сата аламын деген, онлайнға шығарып. Бар болғаны маған телефон керек, и білімім керек, сәл уақыт бөлсем болды. Енді онлайнда декреттегі аналарға өте тиімді. Бірақ мүмкіндік болса, әрине офлайн оқығанында плюстер бар. Бірақ та ол жақта бағасы қымбатырақ, себебі оны өткізіп отқан адам аренда төлейді, өзінің уақытын көбірек бір адамға ғана шығыны көбірек. Иә, шығыны көбірек. Мен мысалға қазір онлайн мен офлайн арасында өзім таңдасам, всегда онлайнды таңдаймын. Себебі даже баламды қазір садикке беріп қолым босатса да, офлайнға шығуға асықпай отырмын. Себебі мына жақтан табысты көріп отырмын, и мына жақтағы шығындарды көріп отырмын. И қараймын, болашақтың барлығы онлайнда секілді. Негізі офлайн әрине керек, бірақ та онлайнда көбірек табыс тауып, көбірек мүмкіндіктер көріп отырмын. Өзім шыны керек. Сол себепті асықпаймын мына жаққа. Бір жағынан былай қарағанда бұл істе жаңа кімнің айтқандай төзімділік, тәуекел, төзімділік. Тәуекелдің қасында міндетті түрде төзімділік болу керек та. Төзімділік қолды бір сілтеп керек қалмас үшін. Және еңбек міндетті түрде керек қой, әркім өзінің еңбегіне қарай алып. Енді бұл жерге меніңше былай сияқты, Айгерім қанша дегенмен қол еңбегіне ой еңбегінде қосып тұрды. Қолмен өзі жасай алады, өнері бар, бірақ ойлануды да осы жерге қосу. Қалай оны көбірек дамыта аламын, немесе өзімдікін жеңілдетіп, қасыма көмекшілер ала аламын, оны жаңағыдай көбірек адамға, көбірек аудиторияға сата аламын деген сияқты ой еңбегінде осы жерге қосу керек сияқты. Енді біздің уақытымыз шектеулі, барынша өте негізі қажетті мәселелер көтеріліп жатыр. Бір ауыз осы тақырыпқа, бизнес және әйел деген бүгінгі таңдаған тақырыбымызға қатысты бір өзіңіздің ой түйін, қорытындыларыңызды да айтып отырсаңыздар, және мынау сауда тақуалық туралы кітап жазып беріңізші деп сұраған уақытта не дейді? Сауда-саттықты ұсынады ғой. Не үшін сауда-саттық сол кезде? Себебі шын мәнінде егер осы ойды қорытындылайтын болсақ, жалпы кез келген біздің кәсібіміздің жүруінде, соның ішінде әсіресе бизнес деп жатырмыз, сауда-саттықтың жүруінде бұл тақуалық өте маңызды. Қарым-қатынас болғаннан кейін, адамдармен қарым-қатынас болғаннан кейін тақуалық өте маңызды. Мысалы, Алланың аршының көлеңкесінде болатын адамдардың қатарында мысалы әділ және шынайы, шыншыл саудагер бар. Сол секілді пайғамбарлармен, сыддықтармен, шахидтермен бірге болатындардың қатарында да әділ, шынайы саудагер бар. Неліктен? Себебі айтып отырмыз, біздің өміріміз бастан аяқ былай қарағанда сауда бар, саттық бар. Біз қарым-қатынастарымыздың бәрі сондай да. Сондықтан бұл жерде егер саудагер шынайы болмаса, саудагерде бір әділдік болмаса, және тақуалық болмаса, бұл тақуалықтың ішіне мейірімділік те кіреді, бұл тақуалықтың ішіне басқаларға жанашырлық та кіреді. Мысалы, сізге келіп тұр бір адам, сізбен саудаласқысы келеді. Мысалы, сіз кілем сатып жатырсыз, ол кілем, үйіне кілем қажеттілігі бар, кілемді алғысы келеді, бірақ қаражат жетпей тұр. Мүмкін сіз соның қажеттілігіне қарай кішкене сіз түсіріп беретін болсаңыз, Алла Тағала сізге қарай саудаңыздың берекетін одан сайын арттыруы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде сауда-саттықта, бизнесте жүрген, немесе кәсіп жүргізіп жүрген әйелдерге айтарымыз, міндетті түрде адамның бойында өте керемет тақуалық болу керек. Бағанада бір кездесуімізде айтып жатырмыз ғой, Хумаза сүресі. Негізі Хумаза сүресі қарасаңыздар көбінесе саудагерлерге, жаңа бизнесте жүрген адамдарға арналып айтылған. Себебі
яғни мал жинаған және оны санаған дейді да. Яхсабу анна малаху ахлада. Ол малын өзін мәңгілікке сақтайды деп ойлайды дейді да. Яғни біз сондайға беріліп кетпеуіміз керек. Бұл сауда саттықта мал санаймыз, бірақ бұл санап отырған малымыз бізді жаңа бір тәкаппарлыққа, басқаларды менсінбеушілікке, хумаза-lumазаға алып келмеу керек. Билік құрып адамдар тек қана менің алдыма ақшасы бар келсін, ақшасы жоқтар келмей ақ қойсын, немесе мен ақшасы барлармен ғана қарым-қатынас жасаймын деген секілді, немесе шамал бір қажеттілігі болып тұрған адамдарға жоқ деп қолыңыздың терісімен итеріп жіберу деген секілді, онда ол қоғам дұрыс болмайды. Сондықтан да саудагерлердің бұл қоғамда немесе бизнестегі адамдардың бұл қоғамда үлкен бір жауапкершілігі бар. Яғни қоғамның мейіріммен, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаспен жүруі негізгі көбінесе біздің айналамызға қарайтын болсақ, жаңағы тек қана қызметкерлер болмаса қалғанның бәрі бизнес болып тұр ғой. Әртүрлі бизнестер бар. Сол бизнестегі адамдардың бәрі бір-біріне жанашыр болатын болса, бір-біріне шынайы болатын болса, бір-бірінің ала жібін аттамайтын болатын болса, онда қоғам дұрыс өмір сүретін болады. Сондықтан бұл жерде тақуалық өте маңызды. Әйелдер де егер бұндай бір жұмысқа бастайын деп жатса, яғни ақшаны соңынан қуып кетпеу керек, дұрыс бизнесін үлкейту керек, бірақ оның бәрін дұрыс оймен, мысалы мына жағында күйеуі бар, бала шағасы бар, туған туысқаны бар, бұның бәрін дұрыс әйел ойлана білу керек. Себебі әйелдің барлық жақта бір орны бар. Таразылай алу керек. Қайсысы маңыздырақ, қайсысын алдыңғы орынға қоямын деген сияқты. Сондықтан әйел үшін ақыл да өте маңызды бұл жолда. Әгерім өзіңіз бір кәсіпте жүрген, кәсіп бастағысы келіп жүрген, немесе осы біздің түсірілімді көріп отырған, неден бастаймын, қалай бастаймын деп бір қорқынышпен отырған кісілер болса, қандай мотивация? Былай айтар едім, всегда оқушыларыма да айтамын, бастап жатсыз ба кәсіпті, бала шағаңызға үлгеретіндей етіп бастаңыз деп түсіндіремін. Енді тігіншілік сондай кәсіп, өзімнің енді білетін көбірек білімім бар жер, үйде отырып істей алатын болғандықтан, ары қарай мүмкіндік болса, дамытатын болсаңыздар, үйіңізге үлгеретіндей жасаңыз деп айтамын. Шынымен де ол өте маңызды, себебі қазір сіз керемет табыс тауып жүрсеңіз де, мына жағыңызда онша болмаса, өзіңіз гармония болмайды, тыныштық болмайды, бақытсыз боласыз. Тігіншіліктен бір психологиялық жұмыс жүргіземін десеңізші. Ол жағын бірге алып жүремін, себебі өзіме де көп көмектесті, психологиядан білім алғаным әлі күнге дейін алып келем. Ол өте маңызды. Тек қана былай табыс табатын білім алу жеткіліксіз кәсіпті жүргізу үшін. Оны мойындау керек. Өзім мойындадым, қазір сол жағынан да бірге алып жүремін барлығын. Психология өте маңызды деп. Енді имандылық, екіншіден тоже білім алған дұрыс. Одан кейін шамалдан бастау, бірден үлкенге секірмеу. Себебі бастап жаңағыдай көңіліңіз толмай қалып тастап кету қаупі бар. Оны да айтқым келеді. Сосын білім алудан тартынбаңыздар, үнемі білім алыңыздар, ештеңеден қорықпаңыздар, жасап көріңіз. Бір жақта болмаса, екінші жақта болады. Айтқандай, Аллах бізге ризығымызды әртүрлі жолмен береді, әрекет болса болды. Өзім басымнан талай өтті ғой, қиындықтар, қорқыныш, бірақ та әрекет жасай бергеннен қазір сондай жетістікке отырмын. Қазір былайша мен түсіндім, ризық жеңіл жолмен келетінін, қиындатпау керек, шынымен де адал жұмыс жасау керек, тоқтатпау керек, үнемі даму керек. Енді тігіншілік жағын айтатын болсам, аздан бастаңыз, қазір қиын емес. Қиын емес негізі жасау, білім алыңыз, егерде қажет болса өзімнің қол ұшымды бере аламын. Тегін курстарды өте көп шығарып қойдым, YouTube каналды сол үшін дамытып отырмын. Қазақша контентке бір үлесім болсын деп. Тегін курстарым өте көп. Сол жақтан да аз-аздан заказ алып табыстап отқан қыздар өте көп. Ары қарай енді білім алып, Instagram жүргіземін десе, ол жағынан да курстар жасап үйретіп отқан жайымыз бар. Себебі оның барлығы бірге жүрмесе дамымайды да кәсіп. Соны түсіне білген адам білім алуды тоқтатпайды деп ойлаймын. Және де әрекетін жасаған адамда міндетті түрде барлығы жақсы болады. Сонымен бүгін бизнес тақырыбын айтсақ та, айналып келгенде түйіні білім алу деген қайсы алады? Ол шариғи білім бола ма, психологиялық білім, өзіңіздің кәсібіңізге қатысты біліміңізді жетілдіру өте маңызды екен. Бірінші мақсат тек қана ақша тауып қана қоймау керек екенін айтылды. Көп-көп рахмет уақыт бөліп бүгін түсірілімге келгеніңізге. Мүмкін алдағы уақытта бұдан да жақсы тақырыптарды әлде кездесерміз, студиямызда күтетін боламыз сіздерді. Құрметті көрермендер, бүгінгі түсірілім осымен тамам. Біздің каналымызға жазылып, пікір білдіріп, немесе тағы да басқа қандай тақырыптарда осы подкаст алаңында қонақтар көргіңіз келеді, комментарийға жазып өтсеңіздер болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.